Азаматтың қазір біріншіден денсаулығы жағынан қатты өзгерді. Азамат бұрын вообще ауырмайтын адам да, өзі көп басшы ғой, былай мықты телосложение, бәрі денсаулығы жақсы болатын. Қаңтардан кейін уже бір жақ қолын көтере алмай қалды, сол жақ қолын вообще көтере алмайды бір қолын. Одан кейін почкалар ауырады, бұл кісінің арқасы бәрі күйді ғой. Енді көрдіңіздер, тромбтар аяғына операция жасатты, басынан сотрясение алды, бәрі әсер етеді ғой. Күн бұлттанғанда қалай сүйектері сырқырап қақсап, прям ұйықтай алмайды түнімен. Андай не ғой, прям шошиды да, шошып оянады. До сих пор сондай қорқыныш бар ғой Азаматта. А балаларға келетін болсақ, балаларда үлкен қыз замкнутый болып қалды, вообще сөйлемей қалды. Азамат сөйлеп жатқан сабағында түсіп кетті. Одан кейінгі ұлымыз, ол вообще сөйлемей қойды. 5 жаста болды ол кезде. 4 жаста болды. Вообще сөйлемей қойды. Біз жаз бойы Алматыға барып қараттық, емдеттік. Бірақ та тоже замкнутый болып қалды. Шошып қалған ғой балалар. Әбден шошып қалған. Ана мама деп түнде жылайды жаңғырып. Енді все равно үйде отырған кезде күйді қоршап, прям көзінше автоматпен прям сөйтіп алып кетті ғой. Осыдан шықсаңыздар, сіздердің көздерінше атып өлтіріп тастаймын Азаматты деп прям айтпаған сөздер жоқ ол кісілер. Сол кезде балалар қатты шошынып қалды. Алып кетіп бара терезеден балалар қарап жылап тұрды бәрі. Ана кішкентай балам 5 айлық болды ол кезде Азаматты алып кеткен. Одан вообще ембей қойды балаша, кішкентай бала. Сүт шықпай қойды, тоже қатты қиналдық. Ал әке шешесіне келетін болсақ, Азаматтың папа әкеміз ол кісі кішкене жүрек ауырады, давление, ол кісі үлкен кісі ғой. Бұрынғыдан қазір мүлдем арықтап қатты сөйтіп кетті да. Енді қатты уайымдады ол кісі де. Почти инсульт алды ғой. Қатты нетті уайымдады. Мамасы да, мамамыз да қатты уайымдап, жылап ол кісі де. Енді денсаулық жоқ ол кісілерде қазір. Енді үлкен стресс переносить ету оңай емес қой. Мен өзіме қысым болды мектепте. Азамат СИЗОда жатқанда мектеп директоры қатты қысым көрсетті, мені 40 мың зарплатпен қалдырды. Мектептің ішінде шағын орталық бар, сол жерге 0,5 ставкаға тәрбиеші қылып жібере салды мен. Одан кейін Азамат шыққаннан кейін сентябрьда бұйрық берді. Бұйрық беріп тұр қолыма, жұмыстан босатуымыз деп. Шулатқаннан кейін заң негізінде мен қайдан жұмысыма орналасып, ана директорды орнынан алып тастады. Одан кейін бірақтан Талдықорған облыс әкімінің орынбасары Рустам Али деген кісі. Сол кісінің көмегі көп дейді. Ол кісі бұйрық берді осы жаққа, Батырбаев Азаматтың отбасына ешқандай қысым болмасын деген сондайлар. Жақсы көмектесті. Ол кісі жұмыс жағынан да жақсы көмектесті. Оңалбаев Әсет аға деген Алматыда ол кісі. Сол кісі келіп көмектесіп, келіп мектепке сөйлесіп, сол кісі жүгіріп акиматқа барып, сол ана кісімен кездестіріп жүргенде сол кісі Әсет ағаны көп көмектейді ғой. Азаматтан рұқсат сұрадық, шығарайық. Енді азаптағандар жазасыз қалмасын деп. Сол себепті ғана шығардық қой. Қасындағы жігітке папарас еткен ғой, арқамызды түсіріп бер. Видеоға, фотоға түсірді. Экспертиза не берді ғой? Орташа вред здоровья. Негізі өкінбеймін. Бұл митингкеш. Біраз нәрсені көрдік, біраз нәрсені түсіндік па деп ойлаймын. Бірақ енді денсаулығынан айырылған болмады, бірақ қалған бәрі. Халықпен шықтық, халық үшін шықтық қой біз. Өзіміз ғана басымызды ойлаған жоқпыз. Тағы болса шығамын деп ойлаймын митингкеш. Халық үшін шығамын.